Жігіттер, мен бір ауылды тауып алдым. Қарасам таныс жер сияқты. О, бұл Айшуақ пен Дейленнің ауылы ғой. Ауылда ешкім жоқ екен. Кім бар ауылда? Ей, кім бар? Ешкім жоқ ауылда. Ауылды көріп тұрсаңыз, бір-екі ақ қана жителдер бар екен. Ауылды көрейік. Бірінші осындай бір үйлерді зерттеп шықсам болады. Мына жақта бір мэр жүр. Ал қалған жерлерде бізде бір бейтаныс тып-тыныш жүрген жителдер жүр. Және де бізде Айшуақ пен Дейлендардың статуялары, және де менің баяғыда қалдырып кеткен статуям тұр. Өте подозрительно, достар. Өте подозрительно. Бұл жақта ешкім үндемейді. Может, мен осы ауылды көріп қайтайын. Ең біріншіден, осыдан 1-2 жыл алдында мен осы ауылды жасап кеткен болатынмын. Және де бұл менің көрші жителім деп болған десек те айтамын. Және де мен бұл ауылда Дейлендардың ауылында тұрған болатынмын. Және де бұл жақта менің үйім болған болатын. Және де мен жителдерге ремонт бәрін жасайтынмын. Ал жителдер маған алмаздар және де сундуктар беретін еді. Ауылды жақсылап тұрып көрейін енді. Мен беріп кеткен техникалар қалды ма, қалмады ма, соны зерттеп шығайық. Ең біріншіден біз дейтін көрші жителдердің үйлерін зерттеп шығайық. Ең бірінші бізде көрші жителдердің үйлерінде ештеңе қалмаған екен. Өкінішке орай біздің жителдеріміз сөйлемейді. Жител, ассалаумағалейкум, сен бұнда не істеп жүрсің? Жител, мына жителдердің бәрі біртүрлі жител екен. Маған біртүрлі қарап тұр. Мені танымай тұрғандай ма, немесе біртүрлі? Бұл жителдердің бәрі неге біртүрлі қарап тұр маған? Может, мен бірдеңке істеп қойған шығармын. Бірақ неғып маған біртүрлі қарап тұр бұл жителдер? Вообще түсінбедім. Бұл жителдерге маған біртүрлі қарайды. Неге екенін вообще түсінбедім. Жақсы, мен Дейлендардың YouTube қауыстарына кірейін. Ең біріншіден бізде осындай өте дамып кеткен мусоркалар тұр екен. Және де бұл мусоркалардың ішінде ештеңе жоқ. Ё-моё, достар, ана жақта бізде дейтін мебельдер жатыр ғой. Ё-моё, кәдімгідей дамып кеткен ауыл екен. Ё-моё, достар, арт жақта біреу тұратын сияқты. Есік тоқылдатып көрейік. Ашыңдар. Аштаңдаршы. Неге ешкім ашпай жатыр? Бәрібір ешкім жоқ шығар. Кіріп кете берейін. Енді бұл жақта біздің көруімізге қарағанда бізде кухнясында өте дамып кеткен заттар тұр. Және де мына жақта кешеден қалған тамақтар тұр. Демек, бұл жақта кеше адам болған деген сөз. Бұның бәрін сіздер білетін шығарсыздар, бірақ мен бұның бәрін ұмытып қалдым. Ал мына жақта бізде ванная комната дейді бұл жақта. Ал ендеше біз келесі этажға кеттік. Келесі этаж бізде осы 3-ші этажға кіре салайын сразу. Мынау кімнің үйі екен? Мынау менің есімде болуы бойынша бұл Айшуақтың бөлмесі. Жарайды, біз осы үйді зерттейік. Мына жағында бізде ештеңке жоқ екен, дымда жоқ. Мына жағында бізде жай ғана телевизор және де оның диваны тұр. Ал мына жақта өзінің ютубтағы аккаунты тұр. Мына жақта Майнкрафт тұр, мына жақта ютуб тұр, мына жақта дискорд тұр. Және де мына жақта чат тұр. Бопты, енді мынандай микрофоны бар екен, және де өзінің блок питаниясы бар екен. Достар, таң қалып тұрмын бұндай заттар бар екеніне, және де бұның алтын
күміс кнопкасы бар екен. Жарайды, енді мына сундуктың ішінде не бар екен? Контент идеялары, автор Айшуақ, оригинал дейді. Кәне көрейік бұл кітапты. Так. Контент идеялары. Қазақша Майнкрафтта ең үлкен ауылды қалай жасауға болады? Оу, мынау идеялар осында жазылып тұр ғой, достар. Бопты, біз енді басқа бөлмелерді де қарап шығайық. Менің білуім бойынша осы ауылдағы YouTube қауыс, бұл Дейлиндардың YouTube қауысы деп аталады. Жарайды. Мынау Дейлиннің YouTube қауысы деп естігенмін. Бөлмесі. Йо-майо, достар. Мына жақ дейтін кәдімгідей дамып кеткен ғой, достар. Мына жақта өзінің телевизор үстіде. Ойын ойнама, екінші экраны бар екен. Бұл өте мен үшін бұл өте жақсы деп ойлаймын. Және де осындай алтын күміс кнопкалары бар екен, ноутбугі бар екен, кәдімгідей өзінің жағдайы бар екен. Компьютері бар өзінің. Ал мына жақта бізде өзінің телевизоры бар екен, және де PlayStation бар екен. Жарайды енді, бәрін көрдік. Мына жақта сурет, және де оның төсегі, және де оның кітаптары. Ол менің білуім бойынша университетте бірінші немесе екінші курс оқиды. Так, мына бочканың ішінде не бар екен? Жаңа видео, автор Дейлин дейді. Читайте, жаңа видео сценарий. Достар, бұл Дейлин жаңа видеоға дайындалып жатқан секілді. Жарайды, бұл Дейлин немесе Айшуақтар қайда екен? Немесе қай жақта жүр екен? Менің ойымша олар қалада өздерінің үйлерінде университетке бару үшін сол қалада тұрып жатқан сияқты. Осы үйлерді қарап шығайын енді. Осы YouTube қауыстың ішінде жаңағы туалеттері бар, және де өзінің мына комнаталарды біз көрмедік, тез көріп шыға салайық. Мына жақтарда комната пустой тұр екен. Және де мына комнатада бізде негізінде туалет деп ойлайық енді. Бұл үйді уақытша ремонтқа берген секілді. Ал мына жақта білмеймін енді. Походу ремонт әлі жасалмаған сияқты. Тем более мынаны сындырып тастапты. Енді осы жаққа астыға түсіп көрейік, астыда бірдеңке бар шығар. Йо-майо, достар, не мен бұны қалай байқамағам, достар, сіздер байқадыңыздар ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Мына жақта какой-то ескі ағаштармен қоршап қойған зат тұр. Бұл не жер, достар? Айшуақ өзінің құпиясын осы жаққа жасырып қойған ба? Ішіне кіріп көрейік. Мынау есік ашылмайды. Все, ашылды. Мына жер өте сасық екен, достар. Йо-майо, иісі жаман екен. Йо-майо, иісі. Жарайды, достар, не болса да біз кіріп көрейік. Мына жақ бізде ескі құсқы подвал ма, не мынау, достар? Осындай листиялар ма бар екен. Мен паутинаға қысырылып қалдым, достар. Болды. Мына сундуктың ішінде не бар? Айшуақтың сүйікті заттары дейді. Сандықты аштым. Енді бұл кітаптың ішіне оқиықшы, достар. Мен кітапты алуды ұмытып кеттім ғой. Достар, осы кітапты алып оқиын. Так, ең бірінші тоқтаңыздар. Читать деген. Айшуақтың сүйікті заттары: бауырсақ, және де монтаж жасау, және де қымыз. Бірақ мынау таза ауыл стиліндегі тізім ғой, йо-майо. Достар, мынау таза ауыл стиліндегі тізім ғой, йо-майо. Енді ауылдарды аралап жүрейінші, достар, не бар екен осы ауылда? Немесе мен білмейтін заттар да болуы мүмкін ғой. Так, енді көрейік. Бағанағы жетелдер неге үндемей маған күмәнмен қарап тұрды? Может, мен танымай қалған шығар. Бір жетелмен сөйлесіп көрейік. Жетелдер, кім мына жақта сөйлей алады? Кім сөйлей алады мына жақта? Жетелдер, сендер өтірік жетелдерсіңдер ма? Кімсіңдер сендер? Сөйлесеңдерші. Сен бұнда не істеп жүрсің? Кім бұл сөйлеген? Мен қой сенің артыңдағы. Мынау ма? Мен бұл жақта Дейлиндермен Айшуақтың ауылын зерттеп жүрмін. Олар жақында келеді, сен дайын бол. Брат, мен біреудің үйіне рұқсатсыз кіріп кеткен жоқпын ба?
Ё-моё, достар, мен ауылдан қашу керекпін. Қазір маған айшуақтар мен Дейлин келіп, мен полицияға беріп жүруім мүмкін. Сол үшін мен Дейлиндар, айшуақтар келмей тұрып, маған тез-тез бұл ауылдан кету керек сияқты. Әйтпесе мені, жігіттер, мен кеттім, тез-тез кетіп қалайын, достар. Короче, әйтпесе олар келе жатқан сияқты, что-то бір дауыстар шығып жатыр ар жақта машиналармен. Так, тез-тез шығып кетейін, достар. Қашайық мына жақтан. Ё-моё, айшуақтар мен Дейлин келіп қалса тағы мен қуып жіберейін деп тұр ғой. Короче, достар, осымен видео бітті. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетейік. Ал давайте.